Әдебиет сабағы 4-ші сынып. Сабақтың тақырыбы біздің ғажайып түсіміз. Оқу мақсаты: мұғалімнің көмегімен шығарманың құрылымын, стилін жетілдіру, өз бетінше сын тұрғысынан бағалау және лексикалық, орфографиялық, пунктуациялық қателерді тауып түзету. Оқулыққа назар аударайық. Сурет бойынша әңгіме құрастырып көр. Бірінші суретте ұйықтап жатқан қыз. Екінші суретке назар аударсаңдар, бестік бағасын шашып тұрған күннің нұры. Және де үшінші суретте көйлегі бестікке толған қуанышты қыздың бейнесі. Қазақ ауыз әдебиетінде жеңіл әзілге құрылған, өмірдегі күлкілі оқиғаларды бейнелейтін шығармалар кездеседі. Мысалы, өткен сыныптарда Қожанасыр, Алдарбөсе туралы аңыз әңгімелерді, Смаханұлы, Әубәкіров шығармаларын оқып таныстым. Бестік баға туралы түс өлеңін жеңіл әзіл аңғарылады. Ендеше сол өлеңге назар аударайық. Бестік баға туралы түс. Ұйықтап жатып түсімде айға ұшып барыппын. Алыстағы жұлдыздың ұстап бірін алыппын. Жақын келіп жаздидар, күнге қарап сөйледім. Әй, асыл күн, қарашы, нұрдан менің көйлегім. Күн сөйледі сол кезде, көйлек саған не керек? Қызым болшы сен менің, әкетейін жетелеп. Беріңіз онда, дедім мен, бестік деген бағаны. Күннен күнге сабағым қиын болып барады. Мә, ал, деген шоқ күннің үні естілді көңілді. Көбелектей көп бестік көктем сонда төгілді. Қол жеткізген арманға біріне ұқсап батырдым. Бестіктерді құшақтап, құлдилап келе жатырмын. Көк аспанда қалықтап, қызыққа әбден батыппын. О, бір кезде оянсам, үйде ұйықтап жатыппын. Аша салып көзімді, бестіктерді іздедім. Қымбат баға маңымнан өшіріпті іздерін. Қап, әттеген-ай. Авторы Гүлнар Өмірзақова. Өлеңді өздерің бірнеше рет мәнерлеп, түсініп, оқып көріңдер. Ойлан, қыз бала неліктен осындай түс көрді деп ойлайсың? Салыстыр. Сурет бойынша құраған әңгімелеріңді мәтінмен және де оқыған өлеңмен салыстырып көр. Енді бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Абай атаның өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап деген сөзін негізге алып, кейіпкерге не айтар едің? Өз ойыңды қағаз бетіне түсір.